Сәлеметсіздер ме? Барлықтарыңызға қалдарыңыз қалай? Сіздерге Тұрсынбек Қабатов пен оның жұбайы, продюсер әрі актриса Мөлдір Мұқанова арасындағы хайп, яғни болып жатқан жағдайға байланысты ақпаратты айтып өткім келіп тұр. Көз жасына тоңған шындық деген Мөлдірдің эмоциялық видеосы 25-26 маусымда Мөлдір Инстаграмда көзіне жас алып бейне жариялаған еді. Мынандай сөз бар ғой, жаным ау. Сен назло, әлі жарқырайсың, киноң да атады, бәрі атады. Өмірде бәрі күшті болады. Жаным, жылама. Жыламаш. Менде жылатасың қазір. Азынаулақ, сынақ. Ауыр болып тұр, білем. Бірақ Алла тағала бәрін реттейді. Жылама. Онда камера сыртында көз жасына тоңған шындық, бұл жылдар бойы жиналған сыртың тамшысы ғана деп жазады. Бір ол жазған сөзіне көпшілік қолдау білдірсе, сен мықтысың, жүрегі қиналса да күлімі кетпейтін әйелдер аман болсын десе, енді бірі бұл әрекетті жарнама үшін жасалған хайп деп сынады. Жаңа әніне жарнама жасап отыр. Бұл да хайп, концертке адам шақырудың амалдары деген сияқты неше түрлі комментарийлерде жазылып жатқаны шындық. Сонымен қатар, бұл әрекет арқылы Мөлдірдің жаңа әніне назар аудару мақсат болуы мүмкін деген түсініктеме де тарап жүр. Жалпы екінші тақырып ол Тұрсынбек Қабатовтың тоқалы жайында. Тоқал алдындағы қауесеттер жайында. Желіде Мөлдір мен Тұрсынбектің неке қатынасындағы өзгерістер туралы қауесеттер пайда болды. Кейбір тикток посттарда Тұрсынбек екінші әйел, яғни тоқал алды десе деген тақырыппен айтылса, ал бұл туралы Мөлдір бұрын кез келген әйел сияқты мен де тоқал алуға қарсымын, бірге өмір сүрмеймін деп ашық мәлімдеген болатын Асхат Садырбайға берген өзінің интервьюінде. Апшеттен алдында отырдым. Одан кейін уақытта мен сенің алдың отырдым. Апшеттен алдында отырдым. 20 жыл болыпты ғой, Аллаға шүкір. Тағы 40 жыл қызмет етуге дайынмын. Сосын демаламыз. Әлеуметтік желілерде пікірлер жалпы екі түрге бөлініп жатыр деп айттым. Қазір кезде Мөлдір қазір жалғыз, мәссаған Тұрсынбек тоқал алған дейді деген сияқты бірнеше айтылып жатқан тақырыптар да аз емес етін. Бұл ақпаратқа нақты дәлел ешқандай да жоқ, және Мөлдір осы жайлы түсініктеме өзі анық берген емес. Жалпы желідегі қоғамдық реакция, қолдаушылар мен сыншылардың пікірлерін айта кетсек, алдымен қолдаушылар сен мықтысың, біз саған әрқашан тілеулеспіз, жүрегі қиналса да жүзінен күлкі кетпейтін әйелдер аман болсын деп жатса, сыншылар жаңа әніне жарнама жасап отыр. Бұл да бір көрсетіп жатқан хайп, концертке адамдарын шақыру керек деген сияқты екі топқа бөлініп отыр. Жалпы қорытындылай кетсек, негізгі хайп элементі Мөлдірдің жылаған видеосы болып тұр, және оған қатысты көп түрлі реакциялар. Және де қосымша айтылған тақырыптар ол тоқал болу туралы қауесет және жаңа әнді жарнамалау үшін хайп жасаған ба деген болжамдар бар. Жалпы осы болжамдардың ешқайсысына нақты дәлел жоқ. Тоқал алу фактісі тіркелмеген ешқандай да. Мөлдірдің ішінде болған сырларға қатысты оның жалғыз видеосы бар, ресми мәлімдеме жасалған. Және де осы жағдайларға байланысты сіздерге сұрақ, бұл жайлы сіз не білгіңіз келеді? Тұрсынбектің не айтқаны, Мөлдірдің шыққананы, әлде басқа бір мәлімет пе? Жалпы қалай ойлайсыздар? Және де не нақты қызықтарды жеке өмір, шоу-бизнес саясаты, әлде әлеуметтік желідегі реакциялар ма? Жалпы осы туралы өз ойларыңызды комментарийға жаза кетсеңіздер. Үйге келдім. Олай деп айтқан себебім, кеше түстен кейін 5-те Алматыға ұшып барып, бірден Айкенің тойына барып, тойға қатысып, қайтадан аэропортқа барып, таңғы 5-те Астанаға ұшып, 7:30-да келе салып, түсірілім алаңына барып, бүгін неге сағат кешкі 10:30-да бітіп, деп үйге келіп жатырмын. Ұйықтамастан осындай уақыт өткен болатын. Бәрі әдемі, бәрі орында. Ғажап.
анау дайректке жазып жатқан барлық әлеуметтік желілер жазып жатқан жылы лебіздеріңіз бен қолдауларыңызға алғыс айтудан шаршамаймын. бір ауылда түлеп ұшқан жастар едік бол. Айтос сестрам кеп, Айнұр сестрамның досы. Менің досым 1 класстан 11 классқа дейін. Жаңа айтып отырмын ғой, Айто тек Айнұрдың подругасы емес, бүкіл біздің семьямыздың подругасы, бала кезіміздің бір-бірлерінің үйлерінде. Біздің үйдің қызы сияқты, Айтоның үйінің қызы сияқты жүре беретін еді екеуі. Бір үйде бір-бірін шығарып салып, қайтадан ана үйге барамыз, қайтадан ана үйге барамыз. Жүре береміз. Айтоны бәріміз жақсы көріп өстік, әлі де жақсы көреміз. Рахмет. Жаңа постқа қойып қойған құрт, май, қаймақ барлығы осы кісі арнайы арқалап алып келіпті, командаң қуансын деп. Рахмет үлкен. Сестра айтып жатыр, келесі жыл келгенде осында кино түсірсе ет асып алып келемін дейді. Айто, сенің етіңді жеу үшін кино түсіреміз. Түсіреміз. Уже мен түсіріп тастаған уже. Рахмет, Алла разы болсын. Өсіп өне беріңіздер. Үйлеріңізде той томалақта бірге жүрейік бәріміз бірге. Рахмет, өзің айтады, үлкезің аман бол. Мені көріп жылап жатқан ғой.